Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Біз мына жақта ОДКБ-ның саммитін Астанада дүркіретіп өткізіп, қонақтарды шығарып салып, енді өзіміз отырып шай ішеміз бе деп жатсақ, мына жақта Армения әбден күшіне мінген екен. ОДКБ-ға есігін тарс жауып, теріс айналған азда енді Еуразиялық одақтың саммитін өз елінде өткізуден түбегейлі бас тартып отыр. Ойлап қараңыздар, күні кеше ғана ОДКБ-дан теріс айналған Армения тағы да Еуразиялық экономикалық одақтың саммитінде өз елінде өткізуге қарсы болып отыр. Міне сіздерге жаңалық керек болса, Кремльге қарсы тұратындай, жалпы Армения және олардың басшысы премьері Пашинян кімге сеніп отыр? ОДКБ-дан кетіп Путиннің қытығына тиген азда енді Еуразиялық одақтан іргесін аулақ салғысы келе ме? Ендеше армяндар елінде бұлқан-талқан болып, жаңағыдай үлкен дүрбелеңге алып келіп жатқан осынау тақырыпты талдап айтып берейін, сондықтан видеоны соңына дейін көргейсіздер. Армяндардың премьері Пашинян бас көз демей әңгіменің турасын айтты. Жеке мен бұл саммитті Арменияда өткізуді орынсыз деп санаймын. Өйткені Еуразиялық экономикалық одақ жоғары экономикалық кеңесінің барлық мүшелері Армения республикасы үшін қолайлы емес, деді Пашинян ашығын айтып. Енді бұл сөздердің мағынасына жаңағыдай астарына сәл үңіліп қарап көрейік. Неге қолайлы адамдар емес деді? Яғни қолайсыз Армения үшін бұл адамдар, кейбір адамдар қолайсыз деді. Неге бұлай айтып отыр Пашинян? Қарабақ соғысы кезінде Белоруссия басшысы Пашинянды ренжіткенге ұқсайды. Неге десеңіз, сен Әзербайжанды қолдадың деп Лукашенкоға өкпесі қара қазандай болған Пашинян, Лукашенко Белоруссияда президент болып тұрған кезде Арменияның бірде-бір адамы, бірде-бір ресми өкілі, яғни бұл елге аттап баспайды деп қаһарын төкті. Енді Пашинянның жаңағы сөзіне қайтадан оралайық. Армения үшін қолайсыз адамдар деген кімдер сонда? Бұл тек Лукашенкоға ғана айтылған нәрсе ма? Әлде басқа да адамдар болуы мүмкін бе? Армения үшін мұндай қолайсыз адамдар деуінің астарына үңілетін болсаңыз, әрине тек олай ойласақ қателескен болар едік. Сөйтсек, Армения халықаралық қылмыстық соттың мүшесі екен. Естеріңізге сала кетейін, 2023 жылдың наурызында халықаралық сот Путинді тұтқындау жөнінде ордер бергендігі белгілі. Міне, осыдан кейін Путин шетелге іс-сапарға шыққанда аяғын аңдап басып жүргенде байқап жүрген шығарсыздар. Тіпті тәуекелі жоғары халықаралық жиындардың өзіне өзі емес министрлерін жіберетін талай рет көрдік. Енді қараңыз, егер Путин Ереван әуежайына келіп қонатын болса, халықаралық соттың талабына сәйкес Армения билігі оны тұтқындауға тиіс болады. Міне, Пашинян Кремльге осыны ашық ескертіп отыр. Алайда Кремльде қарап жатқан жоқ, ресейлік шенеуніктер де жауап беріп жатыр бұған. Мысалы, ресейлік шенеуніктердің бірі Мария Захарова, егер Армения халықаралық соттың талаптарына келісетін болса, онда Ресей мен Арменияның байланысына бұл кері әсерін ететінін тағы бір рет армяндардың есіне салып қойды. Осылайша Армения өзіне ұнамайтын қолайсыз адамдарды еліне жолатқысы келмей, алыстан сыйласайық дегендей, Еуразиялық одақтың да саммитін өз елінде өткізуден бойын аулақ салып, басын алып қашып отыр. ОДКБ-дан теріс айналған азда енді Арменияның Еуразиялық одақтың өзіне бұлай қыр көрсетуі армяндарға, ал сол армяндардың, ойлап қараңыздаршы, ОДКБ-ға жаңағыдай теріс айналып ОДКБ-дан шығып кеткен Армения енді Еуразиялық одақтың өзіне бұлай қыр көрсетуі және сол армяндардың осыншалықты жаңағыдай қалай айтуға болады, табандылығы және сол армяндардың көсемі Пашинянға қалайша таң қалмайсың? Не деген ерік жігер мынау? Ойлап қараңыздаршы.